Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен бір жасағаннан екі түрлі пирожный жасайтын боламыз. Яғни вупи пирожный және красный бархат пирожныйларын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге керегі айранға ас содасын салып, бір 10-15 минутқа қалдырып қоямыз, араластырып. Осы уақыт аралығында жұмыртқаға қантымызды салып, аппақ болғанша миксерлейміз. Сосын оған бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ сары майымызды, сұйық майды қосып миксерлейміз, араласып кеткенше. Ал енді құрғақ заттарымызды ұнға какао, разрыхлитель қосып араластырамыз. Араластырдық. Енді массамызға айранды массамызды құйып, 1-2 рет миксерлейміз араласқанша. Сосын ұнымызды салып, ұнымызды 2-3 рет бөліп салып, миксерлейміз. Аздап бір қоңырқай теста шығады. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді сол қамырды теңде 2-ге бөліп аламыз. Яғни жартысы вупи пай пирожный, жартысы красный бархат пирожныйы болады. Ал енді вупи пирожныйға електен өткізілген какаоны қосып, біркелкі болғанша миксерлейміз. Біздің вупи пирожныйдың қамыры дайын. Какаоның қандай сапасына мән беріңіздер. Магазиндегі жай какаолар жарамайды. Рахатский какао болу керек, немесе килограммдық. Малайзия, Франция сияқты какаолар жарайды, яғни кондитерлік дүкендерде бар. Ал енді біздің красный бархат пирожныйымыздың қамырына краситель қосамыз. Өзіңіз қандайын қолданып жүрсіз, сол түрін қолдана беріңіздер. Астекор, сол түрлері жақсы. Міне біздің екі қамырда дайын. Ал енді пісіруге кірісеміз. Қамырды кондитерлік мешокқа құйып, осылай жасасаңыздар да болады. Маған осы қасықпен ыңғайлы болды, сондықтан осылай барлығын домалақтап жасап шықтым. Бірі үлкен, бірі кіші болып қалмасын, менде кішкене асығыстау болып, формалары өзгеше болып, әртүрлі болып кетті. Красный бархат пирожныйында дәл солай жасаймыз. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста өздеріңіздің осындай торт, пирожный пісіріп жүрген градустарыңызға қарай бір 15 минут шамасында, 20 минут шамасында пісіп қалады. Байқап тұрмасаңыздар тез піседі. Ал енді кремін дайындаймыз. Бізге салқын сливки. Оған сахарымызды салып, кішкене көпіргенше миксерлейміз. Сосын творожный сырды салып, қою крем болғанша миксерлеп аламыз. Крем дайын болған соң кондитерлік мешокқа құйып қолданамыз. Ал вупи пирожныйлардың қамыры пісіп, әбден суыған соң арасына крем жағамыз. Ал әрлеуі өз қалауларыңыз бойынша вупи пирожныйдың үстіне шоколадпен аздап сұйық майды қосып, ертіп сәндесеңіздер болады. Өз қалауларыңызша ары қарай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Үмида. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.